Бурабай экспресс электр пойызында журналистермен медиа кездесу өтті. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының жаңа жобалар жөніндегі басқарушы директоры Илья Мещеряков компанияның сатып алу қызметінің дамуы туралы айтты. Кездесуде негізгі назар отандық өндірушілерді қолдауға, ұзақ мерзімді келісім шарттарға және жасанды интеллектіні енгізуге аударылды. Бүгін біз журналистермен кездесіп, Қазақстан темір жолдарындағы сатып алу қызметін талқыладық. Отандық тауар өндірушілерді қалай қолдайтынымызды және жұмысымыздың нәтижесін түсіндірдік. Ең бастысы ашықтық пен айқындық. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллекттің пилоттық жобалары шешім қабылдау үдерістерін жеделдетуге көмектеседі. Біз логика мен ұсыныстарға сүйенеміз және заң аясында әрекет етеміз. Руководствуемся логикой и рекомендациями и действуем в рамках закона, как нам прописано. 2025 жылы қтж отандық өндірушілермен 1400-ден астам келісім шартқа қол қойды. 87 миллиард теңгеден асатын сомаға 17 оффтейк келісім шарт жасалды. Жасанды интеллект сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға және шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Категориялық тәсілдердің арқасында 48 миллиард теңге үнемделді. Компанияда медициналық қызметтерді цифрландыру қолға алынуда және ұзақ мерзімді келісім шарттарға көшу жалғасады. Бұл қадамдар отандық өндірісті дамытуға және қызмет сапасын арттыруға бағытталған.